Бүгін біздер проектімізді жалғастырамыз. Бұл сабақта өткен алғашқы кездегі сызған диаграммамызды кодқа айналдыратын боламыз. Бұл жерде бізде осындай таблицалар бар. Енді осыларды бөліп, біздер бөлек-бөлек қосымшаларға бөлу керекпіз. Мысалы, адамдардың деректері тұратын, оның профильдері және олардың кім-кімге тіркелген туралы деректерді сақтайтын қосымшаны біз users деп атаймыз. Және соларды енді қазір құрастырайық. Менде терминал жаңа бөлімде тұратын болады. Ендеше бәрі әдеттегідей сіздер терминалыңызға кіресіздер, суреттер папкасына өтіп, виртуалды ортаңызды қосып, develop тармағында тұру керексіздер. Және мына команданы жүргіземіз. Python manage py start up. Стартаптың қасында бізде не бар екенін көрсек болады. Біздерге name беру керекпіз. You must provide an application name. Енді біздің алғашқы қосымшамыздың аты users болады. Проектімізді тексереміз. Бізде файлдар өздігінен қосылды. Осы файлдарымызды қарап жіберейік. Мына жерде tests деген файл бар. Оны кетіре берсеңіздер болады. Қалған файлдарды біз пайдаланатын боламыз. Және мына models файлының ішіне кіріп, мына диаграммамыздың жолдарын беретін боламыз. Және екінші бізде үлкен қосымша, ол посттарға арналған бөлім. Оны біздер жай ғана posts деп атай салсақ болады. Тағы да осылай. Және тексереміз. Міне posts деген пайда болды. Осы жерден мен тестті тағы да кетіріп тастаймын. Енді бір-бірлеп модельдерін құрастырайық. Ең алдымен біздер юзердегі модельді құрастыру керекпіз. Бізде бұл жерде мынандай лайфхак бар. Яғни мына жердегі барлық көрсетілген жолдар Django-ның қалыпты юзер формасында бар, яғни абстракт юзерде бар. Сол абстракт юзерді біздер мына жерге шақыру керекпіз. Ол үшін бізге келесі кітапханалар керек болады. From Django contrib-aus models және abstract user. Біздер осы жерде user деген классымызды ашамыз. Және оны abstract user классынан мұрагерлікке аламыз. Келесі, яғни бұл abstract userге кіретін болсақ, бізге керек барлық жол бар. Мысалы username. Мінекей username бар. Келесі first name, last name, электронды пошта, email. Біз көрсеткен жолдар мына abstract userде бар. Оны тексеретін болсақ, мына username, email, password, first name, last name'ді abstract userдің ішіне кіріп көрсек болады. Мысалы, ішіне кіреміз. Мінекей username, first name, last name, email. Мына жерде is staff, is active деген және тағы да басқа жолдар бар. Олар бірге қосылатын болады. Ал пароль мына abstract base user деген класстың ішінде мінекей парольге арналған жол және соңғы рет қашан кіргені туралы ақпараттар көрсетілген. Келесі таблица профильді құрамыз. Ол үшін және осылай profile деп models'тан model деген файлды алатын боламыз. Және келесі біздерге аватар, bio, user ID жолдары керек. Ең алдымен біздер user ID шығарайық. Оны біздер user деп one-to-one арқылы қосатын боламыз. Бұл дегеніміз, яғни бірге бір байланысы арқылы екі таблицаны бір-біріне біріктіреді. Ал мына жерде каскад деп жазу себебіміз, егер қолданушы өшкен жағдайда, оның профилі бірге өшетін болады. Ол яғни бізге артық ақпарат сақтамау үшін керек. Аватар деген бізде ол суреттерге арналған аватар. Оны біздер image field дейміз. Image field енді оның жолдарын upload to қай папкаға сақталады, сол папка жазылып тұратын болады. Null деген бізде бұны толтырмауға да болады деген сөз. Blank және бос жол ретінде сақталына алады деген сөз. Келесі бізде оның bioсын сақтау керекпіз. Яғни бұл text field болады. Text field дегеніміз
бұл жерде әртүрлі тексттер сақтасаңыздар болады, және ол сол сияқты бос мәндер қабылдай алатындай болу керек. Келесі біздер қолданушы профиль қай уақытта қосылды және өзгертілді, сол туралы ақпаратты сақтауымыз керек. Ол үшін created add және updated add деген екі жол ашамыз. Updated add. Міне бізде екі жол пайда болды. Яғни бұл жолдар auto now add десек, біздегі профиль қосылған кезде автоматты түрде уақытын осы created add жолына қоятын болады. Бұл жерде followers'ты біздер кейін де жазсақ болады. Алдағы уақытта тіркелу бөлімін толық түсіндіретін болам. Сол кезде бұны ары қарай жалғастырып сызатын боламыз. Қазір енді посттарға көше берсек болады. Посттардағы model.py файлына өтеміз. Мынаны кетіріп тастаймын. Және тағы да осы models арқылы посттарды құрайтын боламыз. Бірінші мысалы постты құрастырайық. Біздерде посттарда не болатын еді? Автор. Яғни бұл жер userге арналған жер. Бұл foreign key users user деп жазамыз. Яғни ол users қосымшасынан user моделін алатын болады. Келесі бізде description. Бұл text field болады. Және ол пост туралы ақпарат текст күйінде болу міндетті емес. Сол себепті бұл жерде null және blank адамдар толтырса да болады, толтырмаса да болады. Сол үшін біздер оны мынандай null true, blank true деп міндетті емес ретінде сақтаймыз. Келесі посттың суреті болады. Осы суретті сақтайық. Яғни image. Ол да image field болады және posts деген, мысалы posts деген жолда сақталатын болады. Немесе бұны images деп жазып қойық. Яғни бізде осы жерде суреттер тұратын болады. Ал бұл жерде келесі маңызды жер олардың қосылған және өзгертілген уақыттары. Біздер пост моделін өзгерттік. Бұл жерде біздер посттарды уақыты жағымен сұрыптағымыз келсе, біздер былай жасаймыз. Класс мета және ordering created add деп жасаймыз. Егер біз минус қойсақ, бізге жаңа посттарды ең басынан көрсететін болады. Ал мына минус алып тастайтын болсаңыздар, ескі посттарды бірінші көрсететін болады. Ал бізде жаңа посттарды ең бірінші сұрыптау үшін минус created add деп жазамыз. Байқап тұрғандарыңыздай, біздер модельдердің аттарын жекеше түрде береміз, ал таблицаның аттарын көпше түрде береміз. Себебі бізде таблицада көптеген тізім сақталады, яғни бір таблицаның ішінде көп жолдар бар. Яғни пост деп біздер сол посттардың жиынтығын атасақ, ал бір пост деп сол жолдағы бір объектіні ғана айтамыз. Бізде осы объект үшін пост деген класс жауап беретін болады. Сол себепті бұл модельдердің аттарын жекеше жазу, бұл яғни best practice болып есептеледі. Енді келесі біздер коммент моделін жасайық. Коммент моделінде біздер автор ID және пост ID беруіміз керек. Яғни автор, ол тура осы посттағыдай болады, және пост. Постқа біздер пост моделін берсек болады, немесе былай жол ретінде берсек болады. Және мына жерде on delete cascade дейміз, яғни бізде пост кетсе, оның комментарийлері де бірге өшіп қалатын болады. Яғни біз комментарийдан пост деп пост алатын болсақ, посттан comments деп оның комментарийлерін алу үшін осылай related name'ға comments деп жазамыз. Келесі жол текст, яғни комментарийдің тексті, ол бізде text field болады. Ал комментарийдің тексті бізде null және blank дегендері false болу керек. Біз оны бермесек, ол автоматты түрде солай қабылдайды. Келесі осы комментарий уақыттарын қоямыз. Мына жерден көшіріп алып қоя салсақ болады. Және классын жаңа комментарийлерді алғашқы орынға шығару үшін created add деп береміз ордерингке. Біздер комментарийді қостық. Енді мысалы мына жерде тегті қоссақ болады.
тег үшін біздер бөлек таблица ашамыз, соны біздер посттан бұрын ашқанымыз жөн. Себебі ол тегті мына пост моделі пайдаланатын болады. Тег, және ол жерде бізде пост ID және тег ID және оның түсі болады дегенбіз. Жоқ, бізде тегта тек оның тегтің аты болады. Біз соған name деп берсек болады. Және ол char field болады. Char field деген, яғни ол строка деген сөз. Яғни ол жол деген сөз. Оның максималды ұзындығы 50. Және уникалды деп. Мына уникалды дегенді алып тастасақ та болады. Және оның қосылған, өзгертілген уақыттары әрине. Енді осы тегті постпен байланыстыру үшін біздер мысалы updated-тан кейін text деп ашайық. Бұл бір-бірімен many to many арқылы, яғни көпке көп арқылы байланысатын болады. Яғни бір тегтін пост істеп, оның посттарын алатын болсақ, ал посттың тег істеп, оның тегтерін алатын боламыз. Және мына жерге null true деп қойып жіберсек болады. Енді келесі тегті қостық. Бізде лайктың логикасын қалды. Яғни адамдар постқа лайк басалады және комментарийға лайк басалады. Біздер оны generic арқылы жасаймыз дегенбіз. Ол үшін біздер әдеттегідей models'тан мұрагерлікке аламыз және осы жерде лайктың типін анықтайтын боламыз. Яғни ең алдымен choices деп біз лайктың қандай түрлері бар, соны жазамыз. Мысалы, біріншісі лайк және екіншісі дизлайк. Инстаграмда дизлайк болмағанмен, бірақ бұл логиканы көрсетем деп шештім. Бұл логика бізде артық болмайды. Келесі біздер осы лайкты қойған адамды сақтап алу керекпіз. Foreign key, user және каскад. Яғни ол адам өшкенде оның лайктары өшіп қалады. Бұл қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, бірақ әзірше бізде қала берсін. Немесе оның лайк саны азаймау үшін басқа посттардың біздер былай жазып қойсақ болады. Set null деп, null true десек. Яғни лайк болған жағдайда оның адамы мына жерден өшіп қалады да. Егер адам өшкен жағдайда мына жол бос болып қалады да. Бірақ оның лайкын саны азаймайтын болады. Біздер енді объект ID, объект type'ты беру үшін жоғарыда жаңа класстар қосайық. Ол класстар бізде from Django contrib және content types fields generic relation дейсіз. Екіншісі generic foreign key. Яғни бұл ішіне өтіп көрейік. Reverse to relation created by generic foreign key. Foreign keyге өтіп көрейік. Яғни content type және объект ID пайда болады. Осы арқылы біздер бір лайк деген таблицаға комментарий мен постты біріктіретін боламыз. Мысалы, оны жасау үшін бірінші бүйтейік. Content type анықтаймыз. Яғни ол content type бізде foreign key, content types, content type моделі және осы модельден біздер, яғни ол кеткен жағдайда каскад дедік. Оны түсінесіздер. Енді келесі объект ID-ді береміз. Объект ID бізде positive integer field болады. Яғни бұл 10 сан деген сөз. Так, object ID. Келесі content object. Бұл generic foreign key, content type пен object ID-ді бізге біріктіру үшін керек. Енді осы өзіміздің like түрін анықтайық. Like type деп береміз. Мысалы, максималды ұзындығы 7 дедік, себебі dislike сөзінде 7 әріп бар, like сөзінде 4 әріп бар. Немесе артығымен 10 деп берсеңіздер де болады. Және соңғы біздерде қай уақытта лайк басылды немесе өзгертілді,
соны жазып алсақ болады. Негізінде мұндай жолдарды керек болмаса да жазсаңыздар артығы жоқ. Болашақта мысалы сіздің сайтыңыз үлкейіп статистика керек болған жағдайда пайдалы болуы мүмкін. Және келесі біздер метада индекс қосуымыз керек. Ол индекс қосу үшін индексес деп бөлек айнымалы бересіздер. Сол айнымалының ішінде models, index, fields, content type және object ID деп бересіздер. Яғни осы объект арқылы олар тез іздеу үшін, объектін тез алып беру үшін арналған индекс болып есептеледі. Біздер like моделін анықтадық. Енді мына generic relation класын қолдану үшін біздер пост пен комментарийді like моделіне тіркейтін боламыз. Ол үшін мысалы посттан кейін tags, осы тегтің астына likes деп ашайық. Generic relation және осы generic relation ішінде like деп атын берем. Және related query name'ға біздер пост деп жазамыз. Яғни бір пост аттың лайктары бар, ал бір лайкта тек қана бір пост болады. Сол үшін біз осылай query name'ға пост деп береміз. Енді тура осылай осыны комментарийға қосамыз. Комментарийға лайк, енді бұл жерде коммент болады. Енді тағы бір кодымызға шолу жасап өтсек, біздер тег моделін құрастырдық, пост моделін құрастырдық та оған тегті бердік, және келесі комментарий моделін құрастырдық. Комментарий моделінен кейін like моделін құрастырдық. Енді осы жерде like type'ты біздер типін неге like type деп айттық, себебі Python'да type деген мета класс бар. Бұл класс негізінде осындай мысалы лямбда және тағы да басқа Python білетін ішіндегі функциялардың аттарын осылай бермеген жөн. Мына жерде көп мысалдар көрініп тұр. Мысалы or және тағы да басқа built-in ішіндегі функция класстардың аттарын бермеген жөн. Шатасып қалмау үшін сол үшін біз like type деп бердік. Және осы like модель міне постпен байланыстырдық. Оны байланыстыру үшін мына жерде модельдің атын жазамыз like деп, және оның посты. Және келесі комментарий тура осылай, тек комментарийді коммент деп береміз. Келесі мысалы users моделін тексеріп жүрсек, бұл жерде жай ғана профиль. Енді келесі мәселе осы модельдердің алғашқы миграциясын жасау. Миграция жасау үшін Python manage.py make migrations деп жазамыз. Бұл жерде бізде no changes detected деп шықты, себебі біздер settingsқа өтсек, installed apps айнымалысына қоспадық. Осы айнымалыға біздер өзіміздің қосымшамызды қосқан кезде ол миграциялар анықталатын болады. Мысалы, мына жерде users деп жазам бірінші, және екінші posts. Біздерде мына жерде Django'ның өзінің кітапханалары тұрады. Мына жерде үшінші third party package кітапханалар тұрады, ал мына жерде біздің қосымшаларымыз тұратын болады. Енді тағы бір рет make migration жасап көрейік. Көріп тұрғанымызда бізде payload'ың қатесін шығарды, яғни біздер мына жерде image field'тар пайдаландық. Бұл класты пайдалану үшін бізге payload кітапханасын жазу керек. Яғни оны мына жерде көрсек, қалай жазу керегін көрсетіп қойған. Біз солай жазу алатын боламыз. Python керек емес, pip install payload деп. Виртуалды ортаның ішінде жазып алдық, және оның версиясымен сақтап алсақ болады. Яғни requirements'ке барамыз. Payload, оның версиясы 10.3.0. Енді келесі мәселе, тағы да миграция жасап көрейік. Біздер енді келесі қатені көріп тұрық. Осы қатені шешу үшін settings файлымызға барамыз. Settings файлында мысалы ең соңынан default auto field'тан кейін house user model деген қосуымыз керек.
aus user model, ол users-тағы user моделі болып есептеледі. Бұлай қосу себебіміз, бізде авторизация, мысалы, тағы да басқа нәрселер жасамауы мүмкін. Біз оны, яғни Django-ның өзінің юзерін біздер үстінен жазып тастадық. Сол себепті біз сол үстінен жазған классты көрсетуіміз керек. Ал негізінде сіздерде юзерді өзгертпейтін болсаңыздар, бұлай жазып керек емес. Яғни біздерде абстракт юзерде жоқ жолдарды өзіміз енді өзгертіп қоса бере аламыз осы жерге. Так, енді жасап көрейік. Мына жерде тегта 0 қою міндетті емес дейді. Оны алып тастасақ болады. Яғни text, себебі олар бөлек таблицада қосылатын болады. Мінекей бізде постқа 2 миграция қосылды, және юзерда 1 миграция. Мына жерде қандай өзгерістер көрініп тұрғанын көрсек болады. Көріп тұрғанымызда енді бізде миграция жасау үшін арнайы скрипт файлдар пайда болды. Ол файлдарды былай көрсек болады. Мысалы, migrations. Міне бірінші миграцияның ішінде мына скрипттер орындалады. Оның, мысалы, мына create model деп модель құрастырылады. Ол модельде мынандай жолдар болады. Және екінші миграция файлда мынандай өзгерістер бар деген сияқты. Осыларды миграция жасау үшін manage by migrate деп басамыз. Міне бізде миграция жасалынды, барлық өзгерістер біздің базамызға қосылды деген сөз. Енді сабақтың соңында осы өзгертілген нәрселерді алып, біздер гитқа салып жіберейік. Яғни бізде pillow деген кітапхана қостық. Мына жерде бұл файлдар өздігінен болу керек. Админді біздер болашақта өзгертетін боламыз. Apps-ның ішінде бұл автомат түрде қосылған файл. Модельді біздер бір тексеріп шықтық. Және view бұл да автоматты түрде болашақта өзгертеміз. Мына жерде енді миграцияның файлдары, бұларды тексермесек болады. Және settings-та біздер мына жерде user мен постты қостық. Келесі юзерді, house user модельді анықтадық. Settings, енді юзердің файлдары, admin, apps, және модель, view, миграция, және бұл модельге арналған миграциялық файл. Көріп тұрғандарыңызда бізде user деген таблица қосылайын деп жатыр, және оның барлық жолдарын көріп тұрмыз. Осы жолдарды абстракт юзерден алған болатынбыз. Яғни бұның бәрін бізге қолмен беріп қажет емес, бәрі дайын тұр. Қосамыз. Енді осы өзгерістерімізге коммиттің атын беріп, репозиториямызға салуымыз керек. Ол үшін add users posts applications деп атасақ болады. And create model stick. Осылай түсінікті болады деп ойлаймын. Және коммитті батырмасын басамыз. Бұл жерде DB SQLite-ті біздер қоспадық, себебі біздің қазіргі таблицаның өзгерістері осы файлдың ішіне жазылып жатыр. Жалпы бұны репозиторияға салмауға да болады, сол үшін қазір кетіріп тастайық. Және осы өшірілген күйінде репозиторияға саламыз. Delete DB SQLite деп. Коммит жасаймыз. Енді осы SQLite-қа бізге өшіріп тастағасын қайта миграция жасау керек. Миграция жасадық. Мына жерде жаңа файл пайда болды деп тұр. Біз енді оны gitпен алып тастайық. Енді ол git арқылы басқарылмайды. Енді gitқа өзгеріс жасадық, соны мына жерде коммит жасап салып жіберейік. Add DB SQLite. Commit. Бізде 3 өзгеріс болды, енді осына git push жасаймыз. Репозиториямыз тексерсек, енді мына жерде жаңартамыз.
және history'ға бассақ қандай өзгерістер жасағанымыз бәрі түсінікті. Мысалы ішіне кіріп сол кезде қандай өзгеріс болғанын көрсек болады. Міне мысалы мына жерде pillow дегенді қостық және әртүрлі өзгерістер, міне модельдер қосылды және тағы да басқа. Бүгінгі сабақта біздер осы таблицаларды кодқа айналдырдық. Енді келесі сабақта осы таблицалармен жұмыс жасайтын боламыз.